Сәлем қыздар, бүгін мен алғаш рет молочная девочка тортын жасап көрдім. Оған ең алдымен сгущенкаға 4 жұмыртқамызды салып араластырамыз, ұнға қопсытқышымызды салып араластырамыз, екеуін біріктіреміз. Осындай сұйық емес, кішкене қоюлау масса шығады. Енді кремін дайындаймыз. Кремне сливки мен қантты жақсылап көпіргенше араластырамыз. Міне осындай крем шығады бізде. Формочкамызды алып, енді бірнеше бөліктерге бөліп, өстіп формасын келтіріп, пісіріп аламыз. Әрқайсысын қыздар 5-6 минуттан пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Жақсы піскен коржықтар өте нәзік болып шығады. Мен бұл жерде пропитка жасамадым, себебі коржықтарым өте нәзік шықты. Арасына өстіп кремді жағып, тортымызды қалағанынша әрлеп, бір түнге қалдырып қойдым. Міне молочная девочка тортымыз өте дәмді шықты. Қыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге жадырам.